Дәл мына ескерткіш республикамыздың қай қаласында орналасқан деп ойлайсыздар? Атырау, Ақтау, Шымкент. Таппадыңыздар. Біз қазір Тараз қаласының орталық алаңында тұрмыз. Сонымен қайырлы кеш Таразда. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. О, менде ақша көп. Осы ақшаның барлығын кімге берсем болады екен, а? Сізге берейін ба? Аласыз ба? Мінеке ақша. Жоқ. Мен бұл ақшаны менің сұрағыма дұрыс жауап берген тараздықтарға беремін. Сонымен кеттік. Киіз үйде шаңырақ бар ғой, соның жауып қоятын төрт бұрышты киіз. Түнде жауып қояды. Не деп аталады? Бірақ енді қазақшасы қалай екенін енді мен сізге подсказка беріп тұрмын. Түнде жауып қояды. Түнде жауып қояды. Сәлеметсіз бе? Ана шаңырақ бар ғой киіз үйде, е? Сонда ана шаңырақтың үстінен жауып қоятын төрт бұрышты киіз. Түнде жауып қояды. Не деп аталады? Түндік. Дұрыс жауабыңыз үшін сізге 1000 теңге. Не қуанбайсыз? Қуансаңызшы қаттырақ. Киіз үйдің ішінен шыққанмын. Да? Ай, бәрекелді. Жақсы. Италияның астанасы қалай аталады? Білмеймісің бе? Италияның астанасы қалай аталады? Рим. Қаттырақ айтшы. Рим. Қатты айтсай? Рим. Рим. 1000 теңге саған. Бәрекелді, рахмет саған. Көп оқы. Кітап сатып ал осыған міндетті түрде. Алматыдағы опера және балет театры кімнің атымен аталады? Алматыдағы ма? Кажется, это Роза Бағланова. Жоқ. Қалай білмейсіз? Абай не емес пе? Абай Құнанбаев емес пе? Қаттырақ айтсаңызшы. Абай Құнанбаев. Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театры. Дұрыс жауапқа 1000 теңге бізде. Алыңыз. Бәрекелді, 1000 теңге. Бұл сіздің біліміңізге беріп отырмын мен сіздің. Жоқ. Бәрекелді, рахмет сізге көп. Әлемдегі жер бетіндегі жалпы көлемі жағынан ең үлкен құрлық қалай аталады? Евразия. Бәрекелді, сізге 1000 теңге. Дұрыс жауабыңыз үшін алыңыз. Біз ақша таратып жүрміз, бірақ сұраққа дұрыс жауап берген адамдарға, білімді адамдарға ғана таратамыз. Жамбыл облысында туған қазақ батыры, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты жазушы Александр Бектің Волоколамское шоссе шығармасына арқау болған кейіпкер кім? Бауыржан Момышұлы. Дұрыс, сізге 1000 теңге. Дұрыс жауабыңыз үшін оқы. Көрдіңіздер ғой. Бір ғана сұраққа жауап беріп 1000 теңге ұтып ала аласыздар. Көптеген қалаларда болып жүрмін, бірақ мен бүгін Тараз халқынан шок болып отырмын, шынымды айтайын. Өте білімді, интеллектуалдық деңгей жағынан. Мұхитта кездесетін мұздық қалай аталады? Мұхитта кездесетін мұздық қалай аталады? Мұхиттың ортасында толып болады ғой? Қалай аталады сол? Білмеймін. Енді мүмкін біздің көрермені дұрыс жауап айтатын шығар. Қалайсыз? Мұхиттың ортасында кездесетін мұздық қалай аталады? Мұхиттың ортасында кездесетін мұздық, мұзтау. Титаниктегі бар ғой? Сол қалай аталады? Титаник соғысқан. Неге соғысты? Айсберг. 1000 теңге сізге. Айсберг деп айтқаныңыз үшін. Бәрекелді, рахмет сізге. Көп рахмет. Өзбекстандағы автономиялық республика қалай аталады? Астанасы Нүкіс қаласы. Неғып білмейсің, а? Рахмет көп. Ал біз ары қарай жылжимыз ендеше. Өзбекстандағы автономиялық республика қалай аталады? Қарақалпақстан. Астанасы? Нүкіс қаласы. 1000 теңге сенікі. Дұрыс. Неғып қуанбаймыз енді? Балмұздақ алып жейміз ғой. Жақсы, рахмет көп. Қалайсыз? Шәмші өзінің серенадасын кімге арнады? Шәмші өзінің серенадасын кімге арнады? Білмеймін. Қай ұлттың қызына арнады? Білмеймін. Крокодил деген ойынды білесің ғой? Болды. Ал ендеше, мен Арайдың жанына отырайын, рұқсат болса, сен мына жерде тұрып соны көрсет. Арай, сен көзің жұмып тұр.
түсінікті ғой. Ал сонымен, ал ендеше, кән, әділет. Ал Арай, сонымен. Иә, табылың керек. Ұстамаған қараш. Не істеп жатыр? Күліп тұрсың, иә? Күлу? Енді? Аяқ? Жоқ. 30 секунд уақыт беріледі негізі. Жоқ, бұл бірінші сөз. Күлегешті таптың, сонымен екінші сөз. Иә. Сонымен қандай сөз? Күлегеш қыз. Дұрыс, тараздықтар дұрыс тапты. 1000 теңге саған. Осы дұрыс тапқаның үшін, көрсеткенің үшін Арай 1000 теңге саған. Бәрекелді жастар, алға, тараз, алға, ал біз кеттік ары қарай. Сонымен біз Әділет пен Арайға рахметімізді айтып, енді ары қарай жылжимыз. Мына сөзді сен түсіндіріп айтуың керек. Ал сонымен кеттік ендеше. Ал кеттік. Мен сен жауаптарды айтып отырасың. 30 секунд уақыт беріледі. Айтпа, болымды ешқандай. Ал кеттік, давай, қимылмен көрсет. Кеттік ендеше. Майкл Джексон. Майкл Джексон дұрыс. 1000 теңге сенікі, және 1000 теңге сенікі. Қуанайық, бәрі шапалақ қайда? Кәнігі қаттырақ шапалақ. Бәрекелді. Тара жастар, алға, және алға. Тағы да қыздарға қаттырақ шапалақ ұрайықшы. Ой, бәрекелді. Жарайсыздар. Екеуіңіз тұрыңыздар. Иә, үшеуіңіз, ой, кешір, жаным кешірші. Аты кім? Жандәулет. Екі қошқардың басы? Бір қазанға сыймайды. 1000 теңге. Дұрыс жауап үшін. Бәрекелді, шапалақ қайда шапалақ? Бәрекелді, рахмет көп. Жемейді ғой камера. Көңілің бүгін алаңды. Күттің бе әке балаңды. 1000 теңге сізге. Дұрыс жауап үшін. Әке көрген оқ жонар, жалғастырамыз. Шеше көрген томпішер. 1000 теңге сіздікі. Дұрыс жауабыңыз үшін. Қашпаймыз ба камерадан? Жоқ. Алматының түндері ай. Ары қарай. Білмеймін. Неғып білмейсің? Орысша да. Алматының түндері ай. Ары қарай. Неғып біле береміз? Сен білесің, е? Білем. Айтты, кеп жерге тұрсай. Кел. Алматының түндері ай. Алатаудың салқын самалында. 1000 теңге. Дұрыс жауап берген біздің батырға 1000 теңге. Бәрекелді. Қыздар шапалақ ұрайықтық жігітке. Балмұздақ әпересің қаз қыздарға. Мақалды жалғастырыңызшы. Кім жалғастырады мақалды? Мақалды жақсы білет деп сізді мақтап жатыр ғой. Ит жоқта ары қарай жалғастырыңызшы. Шошқар еді ма? Шошқар алмайды. Ит жоқта шошқар еді. 1000 теңге сіздікі. Дұрыс жауабыңыз үшін. Бәрекелді, рахмет. Осындай білімді болып жүре беріңіз. Неге қуанбайсыз? Жақсы, рахмет көп. Өзіңмен арыстың, ары қарай жалғастырыңызшы. Шәмшінің әні. Өзіңмен арыстың. Неғып білмейсің? Сәлем. Өзіңмен арыстың деген ары қарай жалғастыршы. Бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. 1000 теңге саған. Дұрыс жауабы үшін, иә. Неге қуанбаймыз? Қуаншы. Рахмет, көп рахмет. Ақшаның бәрін таратып қойдың. Тараздықтар өте білімді екен, барлығы. Ал, ендеше біздің тараздағы түсірілім жұмыстар осымен аяқталды. Біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Ал біз басқа қалаға кеттік. Келесі кездескенше.